иық буыны артикуляция гумери. Буын беттері жауырын сүйегінің кавитас клинидалис мен тоқпанжылықтың капут гумеридің беттесуінен құралады. Сүйекте оқып кеттік, сүйекте қарайтын болсақ, кавитас клинидалис, капут гумери беттесуінен түзіледі. Буын беттерін қарайтын болсақ, тоқпанжылық пен жауырын сүйегінің буын беттері сәйкес келмейді. Яғни жауырынның кавитас клинидалисі тоқпанжылықтың басына қарағанда кішкене және оны қаусырмайды. Сондықтан буын беттері сәйкес келмейді. Сондықтан кавитас клинидалистің жауырын сүйегіндегі шегін лабрум глиноидале, лабрум глиноидале оның ерні толтырып буын беттесу алаңын ұлғайтады. Буын қапшығы, көрініп тұр. Буын қапшығы жауырын сүйегіндегі кавитас глинидалистің жиегіне бекитті және тоқпанжылықте тартылып отырып, тоқпанжылықтың анатомиялық мойнына бекитті. Сүйекте қарайтын болсақ, анатомиялық мойнына бекитті. Буын қапшығы өзінің жүру барысында екі үлкен және кіші төмпектің үстінен мостик түзе асып өтеді. Сөйтетте, бұл осы екі төмпек аралық жүргеде саусақ пішіндес синовиалды қалтасы айналады. Айналады да осы жерде вагина синовиалис интертуберкулярис құрайды. Себебі бұл жерден сол арқылы қуыс сүйді. Өйткені иықтың ертең бұлшықетте оқимыз. Екі басты бұлшықеттің ұзын басы туберкулезда супраглинидалистен басталады да буын қуысының іші арқылы жаңағы айтып отқан вагина синовиалис интертуберкуляристің бойымен мінекей сыртқа шығады. Көрдіңіз бе? Соң үшін осы жерде синовиалды осындай құндақты құрайды. Бұдан басқа буын қапшығы процесс каракайдиустың түбірі деңгейінде мускул субскапулярис үшін бурса мускули субскапулярис құрайды. Ол да буын қуысымен байланыс жасап тұрады. Буынның қосымша элементтеріне келетін болсақ, процесс каракайдиустен буын қапшығына тартылатын тікелей буынға қатысты лигаментум коркогумерале. Жалғыз бұл байлам, басқа буынға қатысты байламдары жоқ. Соның арқасында, байламдардың аз болғанның арқасында буынның қозғалысы өте жеңіл және шеңбері кең. Сондықтан осы буынның бекітуші қосымша элементтерінің аз болуына байланысты иық буыны көп жағдайда тез шығып кету жағдайына алып келеді. Буын пішіні бойынша шар тәрізді буын көп өсте қозғалады. Яғни қайталап айтатын болса, бұған дейін біз айтып өттік, фронталды біліктің бойында бүгеді жазады, сагитталды біліктің бойында әкетеді, және вертикалды біліктің бойында біз осы иық буында ішке бұраймыз, сыртқа бұраймыз, бұрау функцияларын, пронация, супинация функцияларын атқара аламыз. Және бұл иық буыны өте күрделі буын және еркін бос орналасқан қол сүйектерін тұлғаға бекітіп ұстап тұрушы буын. Сондықтан бұл буынның қозғалу шекарасы жалпы шеңбері өте кең болып табылады.